Желіде сүйінші ақпарат тарады барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армығызға қартамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Өнер менен мәдениет. Шүкір көптен күткен сүйінші Ринат Зайыт бар қазақты қуантатын жаңалығымен бөлісті. Мәжіліс депутаты Ринат Зайыт желідегі парақшасында қуанышты жаңалығымен бөлісті деп хабарлайды Алаш.кз ұлттық порталы. Өнер бағалауды қажет ететін нәзік құбылыс. Кейінгі жылдары біршама өнер майталмандары көптен күткен марапаттарына қол жеткізіп жатқандығы шындық. Қазақтың қайраты бастаған саңлықтардың марапаты. Меруерт апам, Сәкен аға, Дуылға менен Рамазан ағаларым, Айгүл Қосанованың өз алған атақтарына лайық деудің өзі аз секілді. Шүкір, қазақ қоғамы шынайы дарындарға тиісті бағасын беріп жатыр. Ерекше атап айтқым келетіні актер ұстаз сахна серкесі досым Әсет Иманғали. Республикалық күні қарсаңында мәдениет қайраткері атағына ие болды. Әсет театрдың төл перзенті. 20 жыл театрда, соған шамалас уақытты өнер академиясында талмай тер төгіп жүрген аса дарынды тұлға. Әсет досым, еңбегің лайықты бағасын алған күнің құтты болсын, жасай бер. Мәдениет қайраткерлерінің беттен қақпай бағалап жатқан барлық азаматтарға бас иіп алғыс айтамын. Әділдіктің үстемдігін өнерден басталса, сапарымыз ұзақ болары анық. Мереке қарсаңында еңбек еленген барлық тұлғаларын шын жүректен құттықтаймын. Қазақ мәдениеті өркендей бергей, деп жазды Ринат Зайыт. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарапқа жерлерге жету үшін видеоролик астына подписаться және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.